Бүгін ватрушки жасаймыз. Ол үшін сүтке дрожж салып, қант қосып, 15 минутқа қалдырып қойыңыз. Көтерілген дрожжымызды мискаға құйып, үстіне қалған сүтті құямыз. Сосын жұмыртқа, ерітілген май, ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды 1 сағат шамасында жылы жерге қалдырамыз. Начинкасына бізге творог, 1 жұмыртқа, қант керек болады. Бәрін бірге араластырамыз. Терілген қамырды шығарып, булочкалар жасап аламыз. Мен үлкен етіп 6 жасадым. Сіздер 12 бөлікке бөлсеңіздер болады. Булочкалардың орталарын ашып, начинкамыз үшін орын жасаймыз. Ішіне творожная начинкамызды салып, үстін аның сарысымен жағып шығамыз. Дайын булочкаларымызды 180 градуста 30 минут пісіреміз. Мені қолдап, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Сонымен өте жұмсақ әрі дәмді ватрушкиларымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер.